Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай блини жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керегі қайнаған су, ұн, жылы сүт, қант, сұйық май, 2 жұмыртқа, тұз және ас содасы. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды кішкене араластырып, жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Тұз және ас содасын саламыз. Майымызды құямыз. Енді ұнымызды електен өткізіп саламыз. Массамызды араластырып, үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Массамыз осындай сұйық болу керек. Енді табамызды қыздырып, блинімізді қызарғанша пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді блинилар шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.